Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Еуропа елдері. Сабақтың мазмұны: Ұлыбритания үкіметінің соғыстан кейінгі жылдардағы саясаты, консерваторлар мен лейбористердің билігі, Фолкленд соғысы, Германияның жіктелуі, ГФР мен ГДРдің құрылуы, Вилли Брандт үкіметі, Германия дамудың жаңа кезеңінде және Германияның бірігуі. Ұлыбритания Екінші дүниежүзілік соғыста көп шығынға ұшырады. Ол соғыста 265 мың әскери қызметкерінен 70 мың бейбіт тұрғынынан айырылды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін консервативтік және лейбористік партиялар Ұлыбританияның халықаралық позициясын қалпына келтірудің 3 негізгі мәселесін шешуге тырысты. Олар фунт стерлингті халықаралық валюта ретінде, Ситиді әлемдік қаржы орталығы ретінде сақтау және Британ империясын сақтау. 1951 жылы қазан айында сайлауда консерваторлар жеңіске жетіп, Черчилль үкіметінің құрылуына негіз болды. Бұл кезде өнеркәсіптің электроэнергетика, авиақұрылыс сияқты жаңа салалары дамыды. 1964 жылы Гарольд Вильсон басқарған лейбористер билікке қайта оралды. Олар консерваторлардың саясатын жалғастырып, берекелі мемлекет саясатына құруды мақсат етті. Мемлекеттің қолдауымен муниципалды үйлер салынып, зейнетақы мөлшері артты. 1970 жылғы парламент сайлауында Хит басқарған консервативтік партия жеңіске жетті. Экономика саласында консерваторлар әлеуметтік бағдарламаларды қысқарта бастады. Бұл бүкіл елде қоғамдық ереуілдер мен саяси дағдарыстарды күшейте түсті. Хит үкіметінің ішкі саяси бағыты Англияның Еуропадағы және әлемдегі әскери стратегиялық көзқарасын нығайтуға бағытталды. Маргарет Тэтчер басқарған жаңа консервативтік үкімет 1979-90 жылдары болды. Тэтчердің саясаты тарихқа жаңа консерватизм немесе тэтчеризм деген атпен енді. Премьер-министр Тэтчер қатал саясат жүргізді. Бұл саясат айналымдағы ақша бірлігін қысқартуды, әлеуметтік шығындарды кемітуді, мемлекеттің экономика істеріне араласуын тоқтатты. 1983 жылы Фолкленд аралына байланысты болған Ағылшын-Аргентина соғысы. 20 ғасырда Британ ішкі саясатының ең белгілі оқиғаларының бірі Ұлыбритания мен Аргентина арасындағы Фолкленд соғысы болды. Фолкленд Мальвин аралдары көлемі 12,2 мың шаршы метрді қамтитын Атлант мұхитының оңтүстік-батыс бөлігіндегі архипелаг. Оның құрамына Шығыс Фолкленд, Соледад және Батыс Фолкленд Гран Мальвина деп аталатын екі ірі арал және 200-ге тарта ұсақ аралдар кіреді. Фолкленд аралдары Ұлыбританиядан 13 мың, ал Аргентинадан 400 шақырым қашықтықта орналасқан. 1820 жылы Аргентина тәуелсіздігін жариялағаннан кейін Фолкленд аралдарына өз құқықтарын білдірді. 1833 жылы аралға ағылшын кемелері келіп, архипелагты Британ иелігі деп жариялады. 1960 жылы Аргентина өз иелігін кеңейту мақсатында дипломатиялық белсенділігін күшейтті. 1979 жылы мамырда Маргарет Тэтчер басқарған консерваторлар билік басына келгеннен кейін Ағылшын-Аргентина қарым-қатынастары нашарлады. Ұлыбританияның бұл аумақты бергісі келмеді. 1982 жылы 2 сәуірде Фолкленд аралдарына Аргентина әскерлері түсірілді. Сол күні Англия өз қарсылығын білдіріп, Аргентинамен барлық дипломатиялық қарым-қатынастарын үзді. 30 сәуірде премьер-министр Тэтчер Фолклендке толық әскери және теңіз блокадасын енгізу туралы шешім қабылдады. Ағылшын әуе флоты аралдағы Аргентина позициясына әуеден соққы жасады. 21 мамырда ағылшын әскерлері Фолклендке түсірілді. Операцияға 22 мың солдат, 2 әуе соғыс кемесі, 3 сүңгуір қайық, 40 жойғыш бомбалаушылар қатысты. 15 маусымда генерал Менендес басқарған 10 мың Аргентина гарнизоны жеңілгенін мойындады. Жеңілгеннен кейін Аргентина президенті Галтелли қызметінен кетті. Аргентинадағы билік азаматтық үкіметке өтті. Фолкленд түбіндегі соғыстың нәтижесінде Ұлыбританияның тәуелсіздігі қалпына келтірілді.
соғыс Ұлыбританияның халықаралық аренадағы сенімділігін қалпына келтіруге көмектесті. 1990 жылы Ағылшын-Аргентина дипломатиялық қатынастары қалпына келтірілді. 1997 жылы лейбористік партия басшысы Тони Блэр премьер-министр болды. Ол билікке үшінші жол деген ұранмен келді. 21 ғасырда Ұлыбритания әлемдегі жетекші мемлекет бола отырып, әлеуметтік экономикалық салада да, сыртқы саясат саласында да үлкен жетістіктерге жетті. Германияның бөлінуі. 1949 жылы Ағылшын-Америка француз аймақтары қосылып, Германия Федеративтік Республикасы құрылды. ГФР-дің уақытша астанасы Бонн қаласы болды. Парламент Бундестаг деп аталатын төменгі палатадан және Бундесрат деп аталатын жоғары палатадан тұрды. Батыс Герман үкіметінің Конрад Аденауэр басқарды. Бұған жауап ретінде Кеңес одағы 1949 жылы 7 қазанда Герман Демократиялық Республикасын жариялады. Оның астанасы Берлин қаласы болды. 1961 жылы 13-23 тамызда 2 метрлік Берлин қабырғасы тұрғызылып, ол Берлинді екі бөлікке бөлді. 1969 жылы 28 қыркүйекте сайлауда социал-демократтары жеңіске жетіп, Вилли Брандт канцлер болып сайланды. Әлеуметтік әлемге бағытталған кәсіпорындар туралы жаңа заң қабылданды. Брандт жаңа батыс саясатын жариялады. ФРГ шығыс шекараны мойындай отырып, КСРО мен Польшамен келісімге қол қойды. Франк канцлер қызметінде 1974 жылға дейін отырды. 1974-82 жылдар аралығында социал-демократ Шмидт канцлерлік қызметке сайланды. 1974-76 жылдардағы дағдарыс Герман экономикасына ауыр тиді. Өндірістің құлдырауы 11%-ді құрап, жұмыссыздар 2 миллион адамға жетті. 1982 жылы христиандық демократ Гельмут Коль канцлер болып сайланды. Оның басқару кезіндегі негізгі оқиға Германияның бірігуі болды. 1989 жылдың аяғына қарай социалистік Германия саяси және экономикалық дағдарысты бастан кешірді. ГДР үкіметінің басшысы Хонекер қызметтен кетуге мәжбүр болды. Кренц елде жаңа реформа жүргізуге уәде берді. 4 қарашада Берлинде сөз бостандығын, үкіметтің қызметтен кетуін және еркін сайлау өтуін талап еткен 400 мың шерушілер жиналды. Бүкіл елде толқулар етек алды. 9 қарашада көптеген шығыс немістері Берлин қабырғасына аттанды. Шекарашылар шегініп жол ашуға мәжбүр болды. 40 жылға созылған қала мен неміс ұлтының бөлінуінің символы болған Берлин қабырғасы қиратылды. Неміс мемлекетінің біріктіру үрдісі шапшаң қарқынмен жүре бастады. ГФР канцлері Коль қарашаның аяғында Германияны біріктіру жоспарын ұсынды. 1990 жылы наурызда өткен парламент сайлауы біріктірудің басы болды. Сайлауда Мезер басқарған Шығыс Герман христиан партиясының демократтары үлкен басымдықпен жеңеді. Мезер 1990 жылы мамырдың ортасында ГДР үкіметінің басшысы болды. Коль мен Мезер бірыңғай экономикалық кеңістік құру туралы келісімге қол қойды. 1990 жылы Боннда неміс мемлекеттерінің және жеңуші 4 держава КСРО, ақш, Франция және Ұлыбританияның қатысуымен 2+4 формуласы бойынша келіссөздер басталды. 2+4 келісіміне 1990 жылдың 12 қыркүйекте Мәскеуде қол қойылып, кеңес әскерлерін ГДРден шығару мерзімі аяқталды. ГФР Кеңес одағымен ынтымақтастық шеңберінде міндеттеме алды. 1990 жылы 3 қазандағы келісім бойынша ГДРдің жері ГФРдің құрамына өтті. Біріккен Германияның астанасы Берлин қаласы болды. 1998 жылы социал-демократиялық партияның жетекшісі Герхард Шредер канцлер болды. Жаңа үкімет техникалық прогресс пен экологиялық жаңарту бағытын ұстанды. 2005 жылы кезектен тыс сайлауда Ангела Меркель Германия канцлері болып сайланды. Оның негізгі мақсаты әлеуметтік төлемақыларды азайту есебінен экономикаға қолдау көрсету. Сыртқы саясатта Меркель ақш-пен жақындасуды қолдады. Бүгінде Германия Еуропадағы ең мықты экономикалық потенциалы бар ел. Ол даму жағынан әлем бойынша ақш пен Жапониядан кейін